Ресей мен Қырғызстаннан кейін енді Қазақстанда да шетел агенті туралы заң қабылдануы мүмкін. Осындай ұсыныс жасалды. Ал біз өз кезегімізде осындай заң қабылданып кетсе, қандай қауіптері бар екенін талқылап көрейік. Бұл ұсынысты мәжіліс депутаты Ирина Смирнова айтты. Ұсынысы бойынша Қазақстанда шетелден қаржы алатын ұйымдар арнайы белгіленуі керек. Бірақ депутат заң жобасы қандай болатынын әзірше өзі де білмейтінін айтты. Оның сөзінше халықаралық тәжірибеге, соның ішінде Франция, Аустралия, Қытай және Ұлыбританияның тәжірибесіне сүйенуіміз керек. Бұл аталған елдерде шын мәнінде шетелдік ықпал етуге қарсы заңдар бар. Енді Смирнованың айтуынша, мұндай заң шетелден қаржы алатын бақ пен ұйымдардың мәртебесін айқындауға көмектеседі екен. Бұл тізімде Азаттық радиосы, адам құқықтарын қорғайтын ұйымдар, демократия мен азаматтық қоғамды дамытуға бағытталған жобалар бар. Сондай-ақ депутат Азаттық басылымын ерекше атап өтті. Оның айтуынша, Азаттық басылымынан қазақстандықтардың жеңісі туралы, жетістіктері туралы немесе қандай да бір жол салынғанын, мектеп ашылған туралы жаңалықты оқи алмайсыз дейді. Алайда шетел агенті туралы заң қабылданып кетсе, оның қаупін де ескеру керек. Бірінші кезекте сөз бостандығына қауіп. Бұл заң тәуелсіз бақ пен құқық қорғау ұйымдарын шетелдік агент деп атап, олардың жұмысына кедергі келтіру үшін қолданылуы мүмкін. Одан қалды азаматтық қоғамның әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Адам құқықтарын қорғау, демократияны дамыту сияқты салаларда жұмыс істейтін ұйымдарға қысым күшеюі мүмкін. Сондай-ақ билікке сын айтатын журналистер мен басылымдарды шетел агенті деп жариялап, олардың еңбегіне, жұмысына кедергі келтіру ықтималдығы өте жоғары. Маңызды өзекті жаңалықтарды менің Ақылтай лайф деп аталатын телеграм арнамнан оқи жүріңіз, сілтеме профильде.